Мен Есқалиев Дулат Ғазизұлы, қазір уақытта осы Атырау облыстық офтальмология ауруханасының директордың уақытша міндетін атқаруда жұмыстамын. 97 жылы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетіне түсіп, 2004-те бітіріп, хирургия маманы бойынша екінші қалалық аурухананың көз бөлімшесіне жұмысқа кірдім. Содан Алматы көз ғылыми зерттеу институтының хирургия офтальмолог дәрігердің сертификатын алып, сол уақыттан бері қазір уақытта 21 жыл осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. 2008-ден бері бөлек Атырау облыстық офтальмология аурухана ашылғаннан бері бас дәрігердің емдеу жөніндегі орынбасары болып жұмыс қызмет жасадым. Ауруханада қазір уақытта балалар мен ересек адамдарына толықтай офтальмология қызметін көрсетеміз. Оталардың әр түрлерінің бәрін осы ауруханада жасалынады. Бөлек консультативно-диагностический центр орталығымыз бар. Онда ересек адамдар мен балаларда консультация ретінде толықтай қызмет жасайды. Қазір уақытта ауруханамыз дейтін толықтай керекті диагностика операция жасайтын аппараттармен жабдықталған. Жұмыс жасауда толықтай дәрігерлерім жеткілікті. Резиденттеріміз бар оқып отырған қазір, медколледждің балдары бар оқытатын. Бұнда бәрімізде банағы куратор ретінде оқытып, білім беріп, артымызда жатқан шәкірттерімізге үйретудеміз қазір. Осы медицина саласын таңдау себебім, ол өзімнің әкем болатын. Қазір уақытта әкем 75-ке келсе де қызмет жасауда, осы қаланың бір емханасында дәрігер офтальмолог ретінде жұмыс жасайды. Бала кезімде сол әкемнің қасында болып, қасында көріп, жүріп, соған себеп шығарған кісінің бірі сол әкем өзім. Қазір уақытта жетістіктерімізге келетін болсақ, Атырау бойынша лазер кабинет деп айтылады. Бізде қазір уақытта лазер аппараты деп айтылады. Сол лазер аппаратын толықтай жұмыс жасаудамыз. Осы облыс бойынша қант диабеті болсын, көздің көрмеу қабілеті миопия деп айтамыз, глаукома деп айтамыз. Соларға лазер ретінде лазер қолданып ем жасаудамыз. Соны толықтай жасап отыр қазір уақытта.